Сәлем достар, сіздермен қатпарлы қаттама дайындаймыз, слоеная қаттама. Ол үшін жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, татымын көреміз. Тұзы қатты ащы болып кетпеу керек, болмаса қаттамамыз көтерілмей қалады. Татымын көреміз. Иленген ұнымызды саламыз. Оның үстінен қамыр қопсытқышты саламыз. Бір келкі етіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды тындырып қоямыз. 10-15 минутқа оған дейін майымызды дайындаймыз. Менде тоң май мен шедролета майы. Тынған қамырымызды 4 бөлікке бөліп, жұқа етіп жаямыз. Оның үстіне ерген сары майымызды жақсылап жағып шығамыз. Екінші қамырымызды дәл солай ораймыз. Ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Қаттаманың формасын келтіріп, жұқа етіп жаямыз. Қызып тұрған ыстық майымызға қаттамаларымызды салып, екі беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Шанышқының көмегімен осылай қарап тұрамыз. Майыңыз көп болса, қаттама жақсы көтеріледі. Дайын қаттамаларымыз жұмсақ, қытырлақ жасап көрсеңіздер болады. Шаймен бергенге өте дәмді. Менімен бірге болыңыздар. Келесіде бұдан да жақсы рецепттер шығады. Сіздермен бірге болған мен Арайлым.